Hamid official. Hamid official. Мұхаммед Али, әлемдік бокс тарихының аңыз адамы. Спорттық мансабында ол 61 жекпе-жек өткізіп, оның 56-сын жеңіспен аяқтаған. Ол жай ғана боксшы болған жоқ, ол әлемдік бокста жаңа арнаға бұрған ерекше тұлға. Достар, бұл Хамид Official YouTube арнасы. Бүгін бокстан әлем чемпионы аңыз адам Мұхаммед Али туралы қызықты ақпараттар беретін боламыз. Бұл сіздер үшін жасалған қазақша ақпарат болғандықтан каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Кассиус Марселус Клей бұл боксшының шын есімі. Ол 1942 жылы 17 қаңтарда Американың Кентукки штатында орналасқан Луисвилл қалашығында туылған. Оның әкесі жарнама суретшісі, ал анасы Луизианадағы байлардың үйінде қызметкер болып істеген. Оның анасының арғы-аталары құлдықта болған. Анасы сол себепті Ирландиядан Америкаға көшіп келген. Алайда боксшы бойында ақ нәсілдің қаны бар екенін әлсіз тұсым деп есептеген. Отбасы афроамерикалықтар тұратын ауданнан $4,500 коттедж сатып алады. Жастайынан Кассиустың күші көп болған, тіпті 2 жасында ойнап отырып анасының аузынан тұрып, тісін сындырып қойған. Ол қара нәсілдерді қоғамнан бөліп қарайтын адамдарға қатты ашуланған. Осылайша анасынан қара нәсілдердің періштелері бар ма? Себебі періштелерді тек ақ екенін көрдім деп сұрай беретін болған. Ол 12 жасқа толғанда жаңа жылға сыйлаған велосипедін ұрлап кетеді. Бұл жағдай жас балаға ауыр тиді, және ұрыны жазалау үшін Кассиус боксқа барады. Күнде інісі Рудольф екеуі залда жаттыға бастайды. 6 аптадан соң Кассиус болашақ чемпиондар деп аталатын телебағдарламада алғаш рет рингке шығып қарсыласын жеңіп тастайды. Осы сәттен бастап боксқа деген қызығушылығы артып, күнде жаттығу залынан шықпай жүрді. Тіпті мектепке дейін автобусқа мінбей жаяу жүгіріп баруды әдетке айналдырады. 1956 жылы алтын қолғап турнирінде керемет шеберлік танытып жеңіске жетеді. 15 жасында боксшының оқуы Луисвиллдегі мектепке ауыстырылады. Кассиустың үлгерімі соншалықты нашар болғандықтан 1 жылдан 2 жылға қалып отырған. Алайда мектеп директорының қолдауымен 1960 жылы оқуды бітіріп диплом алмаса да оқығаны туралы анықтаманы алады. Сол жылы тағы рингке шығып атлетикалық әуесқойлар одағының турнирінде жеңіп алады. Мектепті бітіргеннен кейін Кассиус әуесқой рингке 100-ге жуық жекпе-жек өткізіп, бар жоғы 8 рет жеңіліс табады. Осы уақытта Кассиус өзінің қайталанбас жекпе-жек стилін ойлап таба бастайды. Ол рингте аяқтарын төмен қаратып биледі және қарсыласынан жалтаруға әрекет жасады. Бұл әдіс жаттықтырушылар мен ардагер боксшылардың арасында көптеген жағымсыз пікірлер тудырғанымен боксшының жеңіске жетуіне ықпал етті. Сәтті жеңістерден кейін Италияның Рим қаласында өтетін 17-ші Олимпиада ойындарына қатысуға аттанады. Кассиус ұшаққа отырып барудан бірден бас тартады. Сол сәтте жаттықтырушысы «Бұл сенің жұлдызды сәтің, мұндай мүмкіндік бола бермейді» деп зорға көндірген. Римдегі бокс жекпе-жегінде қатысушылардың ішіндегі ең жасы болса да, қарсыластарын кезекпен жеңіп, чемпион атанады. Чемпиондық атақ жас боксшыға үлкен күш сыйлады. Ол медалін мойнынан тастамай тағып жүрді. Тіпті ұйықтап жатса да мойнынан шешпеді. Америкаға қайтып келген соң Луисвиллдегі мейрамханалардың біріне кіріп, тамақтанғысы келеді. Ол менюді сұрағанда даяшылар оған бір түрлі қарайды және шығып кетуін сұранады. Кассиус «Мен чемпионмын» деп мойындағы медалін көрсетсе де олар тыңдамайды. Ашуланған боксшы шығып кетіп, Акаяу өзеніне медалін лақтырып жіберген. Уақыт өте 1996 жылы халықаралық олимпиада комитетінің президенті медальдің көшірмесін қайта жасап, боксшының мойнына салтанатты түрде тағып қояды. Әуесқойлықтан кәсіби боксқа ауысқан жігіт өзіне менеджер іздей бастайды. Ол өзінің жанкүйері Шугар Рэй Робинсонға ұсыныс жасайды, алайда келіспеген соң басқа менеджер іздей бастайды. Сол жылы, яғни 1960 жылдың қазан айында алғаш рет Тани Хансегермен жұдырықтасады. Кассиус қарсыласын 6-шы раундта жеңіп тастайды. Сол сәтте қарсыласы Хансегер «Мен болашақ чемпионмен жұдырықтастым» деп айтады. Әрмен қарай Кассиус тоқтаусыз бокс турнирлеріне қатысып, кәсіпқой боксшылардың бір шамасын жеңіп тастайды. Сол уақытта ешкімнен жеңіліп көрмеді және 1963 жылы жыл боксері атағына лайық деп танылды.
Уақыт өте жыл боксері атағын 4 рет алған. Спорттан бөлек музыкаға да көңіл бөлген Кассиус 1963 жылы «Ұлы» деп аталатын ән жинағында жарыққа шығарады. 1964 жылы ауыр салмақтағы абсолютті чемпион атағына жекпе-жек өтеді. Американдық Сонни Листонмен жұдырықтасқан боксшы 7-ші раундта қарсыласын жеңіп $630 000 қаламақы алады. Осы жеңістен соң боксшы ислам дінін қабылдап, есімін Мұхаммед Али деп өзгертеді және ислам ұйымына мүше болғанын жариялайды. Бұл жаңалыққа көпшілік қарсы болды, тіпті оның әкесі де. Түрлі өсек аяңға қарамай боксер өз ойынан таймай өзінің жолын дұрыс екенін айта кетеді. Сол жылы Соджи Рой есімді даяшы қызға үйленеді, бірақ бір айдан кейін екеуі айырылысып кетеді. Басты себеп әйелі ислам дінін қабылдамаймын деген шешімінде. 1965 жылы Мұхаммед Али атымен алғаш рет рингке шығып, бұрынғы қарсыласы Сонни Листонмен екінші рет жұдырықтасады. Али рингке шыға салысымен Сонни Листонды 2 минутта нокаутқа жібереді. Келесі жекпе-жек бала кезіндегі кумирі Флойд Паттерсонға қарсы болды. Бұл жолы рингке шыға салып бірнеше ауыр соққы берген соң, рефери боксты тоқтатып жеңісті Алиге береді. Осылайша 1966-1967 жылдары қарсыластарын кезегімен жеңе бастайды. 1967 жылы Алиді әскерге шақырады, алайда боксшы бас тартқан сәтте үкімет қолыңызға қару алмайсыз деп ұсыныс жасайды. Али бұғанда келіспегендіктен оның чемпиондық титулдарын алып қойып, $10 000 айыппұл салмақшы болады. Боксшының жанкүйерлері бұл жағдайға қарсы шықты. Нәтижесінде сот болып Мұхаммед Али кінәлі деп танылды. Боксшы қарама-қарсы апелляциялық шағым түсірді, алайда ештеңе шықпады. Араға бір ай салып, Али көлікті дұрыс емес санатта жүргізген үшін 10 күнге қамалды. Сол жылдың тамыз айында спортшы Белинда Бой есімді аруға үйленді. Некеден кейін әйелі ислам дінін қабылдап, есімін Халила Али деп өзгертті. Бұл некеден боксердің Мария есімді қызы Жәмила және Рашид деген егіздері, сонымен қатар кіші Мұхаммед Али өмірге келді. Али отбасына қатты көңіл бөле алмады, сондықтан оның Мия және Калия есімді некесіз туылған қыздары да бар. Спортшы бокстан алыстаған соң көптеген оқу орындарында, түзеу мекемелеріне барып лекциялар оқыды, жастарды спортқа баулды. Ал іс-шара соңында Алиге бәрі қол шапалақтаған сәт оған қатты ұнады. 1971 жылы боксшы ұзақ келіссөздерден кейін рингке қайта оралды және аргентиналық боксер Оскар Бонавенді 15-ші раундта жеңіп тастайды. Келесі шайқас Madison Square Garden спорт комплексінде ең ұзақ күткен бокс жекпе-жегі ретінде тарихта қалды. Бұл жолы Алидің қарсыласы танымал боксер Джо Фрейзер болды және ғасыр бокс ретінде көпшілікті таң қалдырды. Себебі екі мықтының жұдырықтасуын көпшілік күткен болатын. Өкінішке орай төрешілердің шешімімен Джо Фрейзер жеңіске жетсе, Мұхаммед Али кәсіби бокста бірінші рет жеңіліс табады. Екеуі де $2,5 миллион қаламақы алады. Халықаралық бокс комитеті оның титулдарын қайтарып берген соң 1971-1972 жылдары боксшы 10-ға жуық жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетеді. Оның ішінде Флойд Паттерсонға қарсы жекпе-жек те бар. 1973 жылы Кен Нортонмен рингте кездеседі. Нортон екінші раундта Алидің жағын сындырып тастаса да, боксшы тоқтамай жалғастыра берген. Али бұл жолда жеңіліс тапты, бірақ дәрігерлер оның жағын тексеріп көріп, қалайша боксты жалғастыра бергеніне таң қалған. Сол жылдың қыркүйек айында Нортонмен реваншқа қайта шығып, төрешілердің шешімімен жеңіп шығады. 1974 жылы Джо Фрейзермен тағы да жұдырықтасып, оны жеңіп тастайды. Келесі жекпе-жек WBC және WBA World титулын жеңіп алу мақсатында Джордж Форманмен жұдырықтасады. Бірінші раундта екі боксерда бір-біріне ауыр соққылар береді. Дегенмен Джордж 8-ші раундта шаршап қалған сәтте Мұхаммед Али дәл соққылар беріп, оны нокаутқа жібереді. Ринг журналының ақпаратына сәйкес, осы жекпе-жек жыл боксы ретінде және 20-ші ғасырдың керемет бокс ретінде тарихта қалды. Бұл жұдырықтасудан Али $5 миллион табыс тапты. Сол жылы спорт журналының жариялауымен ғасыр спортшысы атағын Мұхаммед Али иеленді. 1975 жылы Али 2 рет рингке шығып, екеуінде де техникалық нокаутпен жеңіске жетеді. 1975 жылы Маниладағы трейлер атауымен Джо Фрейзермен 3-ші рет жұдырықтасады. Көптен күткен бокс кеші тікелей трансляцияның өзінен $100 миллион астам табыс тапқан. Екі боксшы да тайсалмай жұдырықтасқанмен 14-ші раундта Фрейзердің сол көзі жабылып қалады. Сол сәтте қатты шаршаған Али қолғабын шешуді сұрайды. Бокс тоқтатылады және Али жеңіске жетіп, өзіне тиесілі $9 миллион қаламақысын алады.
Осы жекпе-жектен соң Мұхаммед Али қарсыласы Джо Фрейзердің өзінен кейінгі ең мықты боксер деп атайды. 1975 жылы «Менің ұлы тарихым» деп аталатын автобиографиясы жарық көреді. 1977 жылы осы кітаптың желісімен фильм түсіріледі. Басты рөлді Алидің өзі ойнайды. 1976 жылы боксшы чемпиондық титулын қорғап қалады. Сол жылдың шілде айында рестлер Антонио Инокимен рингке шығады. Жекпе-жек тең дәрежеде деп бағаланды және боксер $6 миллион табыс тапты. Көпшілік бұл жекпе-жекті Алидің мансабындағы ең нашар кездесу деп атайды. Сол жылы Вероника Порш есімді әйелден Хан есімді қызы өмірге келеді. Осы жаңалықтан соң Али екінші әйелмен ажырасып, 1977 жылы Вероникаға үйленеді. Уақыт өте үшінші әйелі Вероника Лейла есімді екінші қызын өмірге әкеледі. 1977 жылы боксердің Майкл Доукспен жекпе-жегі көптің есінде қалды. Майкл жақындап келіп тоқтамай соққы бергенмен Али жылдамдықтың арқасында бұл соққылардың біреуінде өзіне тигізбейді. Алайда сол жылы екі рет рингке шығып жеңіске жетсе де, бұрынғыдай халықты таңғалдыра алмады. 1978 жылы Али боксшы Леон Спинкспен кездесу өткізеді. Өзіне қатты сенімді боксер бұл жолы немқұрайлы қарағандықтан Спинкстен жеңіліп қалады. Бокстан соң бұл үлкен қателік екенін, жеңіліп қалғанына өкінетін журналистерге айтып өтеді. Бір жылдан кейін Спинкспен реваншқа қайта шығып, қарсыласын жеңіп тастайды және үшінші рет әлем чемпион атағын лайықты түрде қорғап қалады. Осыдан кейін Мұхаммед Али 2 жыл рингке шықпай қояды. Сол уақытта тәжірибелі боксшы $50 миллион табыс тапты. Алайда тапқан табысы бизнесмен оның отбасына кеткендіктен 1980 жылы ақша қажеттілігіне байланысты рингке қайта оралады. Бұл жолы Ларри Холмспен жұдырықтасқан боксер көп соққы алады. Ларри Холмс Алиге ауыр жарақат беруден қорқып көп соққы бере алмаса да жеңіске жетеді. 10-шы раундта Али жекпе-жекті жалғастыра алмайтынын айтып, мерзімнен бұрын боксты тоқтатады. Ол жеңіліс тапса да $8 миллион қаламақыға ие болды. Осылайша жағдайын аз да болса түзеп алады. Денсаулығы сыр бергеніне қарамастан Али тағы да рингке шығуды қалайды. Бірақ оған Олимпиада комитеті лицензия бермейді. Сонымен қатар танымал боксшылар онымен жұдырықтасудан бас тартты. Бұл қарсылықтарға қарамастан 1981 жылы Тревор Бербекпен жекпе-жек өткізеді. Али жақсы бокстасқанмен төрешілердің шешімімен жеңіліп қалады. Бұл оның спорттық мансабындағы ең соңғы жекпе-жек еді. Али рингте 61 жекпе-жек өткізсе, оның 56-сын жеңіспен аяқтаған. Оның ішінде 37 рет қарсыласын нокаутқа жіберген. 1984 жылы ауыр жағдайда ауруханаға түседі. Дәрігерлердің тексеруінен кейін ол Паркинсон аурумен ауыратынын мәлімдейді. Бұл ақыл-ой қабілетін істен шығаратын ауру еді. Өкінішке орай оның емі жоқ болатын. Сол уақытта Мұхаммед Али көптеген қайырымдылық шараларына қатысты. $100 мың жуық табысын донорлыққа аударды. Үйі жоқтарға көмектесті. Оның түрмедегі жастармен кездесу барысында спорттың пайдасы туралы лекциясын тыңдаған жас жігіт уақыт өте әлем чемпионы болды. Кім десеңіздер, бұл Майк Тайсон еді. Тайсон түрмеде болған сәтте Мұхаммед Алидің насихаттарынан соң боксқа толықтай көңіл бөліп, нәтижесінде үлкен жетістіктерге жете алды. Уақыт өте Мұхаммед Али Ливан мен Ирактағы ислам экстремистерімен келіссөздерге қатысты. 1986 жылы Вероникамен ажырасып, Йоланте Уильямс есімді аруға үйленді. Олардың перзенттер болмады, дегенмен Асад Амин есімді баланы асырап алады. Уақыт өте төртінші әйел екеуі Паркинсон ауруымен күресетін орталға ашады. Өзінің мансабын аяқтайтын кеште боксшыға бриллиантпен жасалған жүзік сыйлайды. Али бұл сыйлықты сол кешке келген мүгедек қызға жай ғана сыйлық ретінде бере салады. 1996 жылы оның ауру асқына бастады және сөйлеу, қимылдау секілді әрекеттер қиындық тудырды. Сол жылы Али Атлантадағы Олимпиада ойындарының Олимпиада алауын жағу құрметіне ие болды. 80 мың көрермен жиналған Олимпиада алауын боксшы қолы қалтырап зорға жаққан сәтте оның жанкүйерлері эмоцияларын жасыра алмады. 1998 жылы боксер Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды және соның арқасында Азияның көптеген елдерін аралады. 2002 жылы боксердің құрметіне Голливудтағы жұлдыздар аллеясында тақтайша орнатылды. Спортшы пайғамбардың есімі адамдардың аяғының астында тапталмасын деген ниетпен ұйымдастырушыларға бұл тақтайшаны жерге емес, қабырғаға іліп қоюды өтінді. 2016 жылдың 2 маусымында дем жетіспеушіліктен Мұхаммед Али ауруханаға жағдайы ауыр халде түседі. Өкінішке орай бір күннен соң ауруына байланысты 75 жасында қайтыс болды. Оның жерлеу рәсімі туып өскен қаласы Луисвиллде өтті.
қала мэрі боксердің қазасына байланысты барлық туларды төмен түсіруді бұйырды. Боксер мансабын аяқтау сәтіне дейін $80 миллион табыс тапқан. Бұл қаражаттан әйеліне 12 миллион, әрбір перзентіне $6 миллион қалдырып кеткен. Спортшы бокстан бөлек түрлі жарнамалық роликтерге түскен. Атап айтқанда Adidas, Gillette, Apple, Pizza Hut, Pepsi, Louis Vuitton, Toyota және Porsche секілді қымбат брендтерді жарнамалаған. Мұхаммед Али 4 әйелмен 4 қалада түрлі особняктарда тұрған. Али соңғы уақыттарын Аризона штатындағы особнягында 4-ші әйелмен бірге өткізді. Боксшының бұдан бөлек туып өскен қаласы Луисвиллде 865 квадрат метрді қамтитын тағы бір үйі бар. Уақыт өте бұл үйді $1,700,000 сатып жіберген. Оның Луисвиллдегі ата-анасымен тұрған үйі қазіргі таңда музейге айналып, мыңдаған туристердің тамашалауына ықпал етті. Боксердің гаражында Cadillac Eldorado, Rolls-Royce, Lincoln, Alfa Romeo секілді қымбат автокөліктер болған. Сонымен қатар арабтың шейхі сыйға тартқан Mercedes Phantom 220 көлігі де бар. Бір ерекшелігі көліктің іші сырты алтынмен қапталған. Я достар, Мұхаммед Али миллиондаған жастарға шабыт берген боксшы, аңыз адам. 20 ғасырдың ең танымал адамдарының көш басында тұрған Мұхаммед Алидің арқасында қаншама жастар бокспен шұғылданды, рингке жеңіске жетті. Оның рингтегі шеберлігін көріп алған Сильвестр Сталлоне Рокки киносын жарыққа шығарды. Боксердің қызы Лейла Али де әкесінің жолын қуып, кәсіпқой бокста үлкен жетістіктерге жеткен. Алидің құрметіне көптеген қалаларда жастарға арналған жаттығу залдар ашылды. Ол тек спортшы ретінде ғана емес, адамгершілік тұрғысынан да керемет тұлға бола білді. Ислам дініне оның кең таралуына үлес қоса білді. Достар, сіздерге ақпаратымыз ұнады деп ойлаймын. Өз пікірлеріңіз болса, төмендегі комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз. Осы ақпараттарымызды қазақ тілінде сіздер үшін ұсынып отырмыз. Осындай қазақша контентке қолдау көрсеткіңіз келсе, каналға жазылып лайк басып қолдау көрсете кетіңіз. Төменде Telegram каналымыздың сілтемесі тұр. Тіркеліп, жаңа видеоларды сол жерде тамашалай аласыз. Видео соңында Майк Тайсон, Брюс Ли, Джеки Чан туралы ақпараттарымызды көріп өтсеңіз де болады. Бұл қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид судыратып оқып шыққан Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.